Достар, ірі қараның қай тұқымы жақсы? Сіздерге қай тұқымдар ұнайды және қайсымен жұмыс жасап көрдіңіздер? Комментарийде бөлісіп жазып отырыңыздар, бізге де қызық. Және ол тұқымдар жайлы не ойлайсыздар? Негізінде маған ұнайтын тұқымдар ол қалмақ тұқымы және ангус тұқымы. Қай жерде ұстағанға байланысты. Мысалы, солтүстік Қазақстанда өте ауа райы қиын, қыс ұзақ созылады. Солтүстік Қазақстанға өте ыңғайлысы ол қалмақ тұқымы. Оның жүні ұзынырақ, яғни жүні қалың болады. Ол аяздарға да және жаздың ыстығына да төзімді келеді. Оның инстинктісі мықты, ол әрқашанда су таба алады. Неприхотливый дейді ғой, яғни аз шөппен де көп өмір сүреді. Өзімнің практикамда болды, 2 ақбас бұқас және 1 қалмақ бір күнде шөптен, өзен жағасынан шөп жеп, улы шөп уланып қалғаны. Сонда 2 ақбас бір күннің ішінде өледі, қалмақ 7 күн тұрып қана өлген. Төзімділігі ақбасқа қарағанда әлде қайда жоғары. Қалмақ бұзауларына қораның қажеті жоқ. Өз көзіммен көрдім, қақаған аязда февральдың ортасында қалмақ сиырлары бұзаулап, бұзауы бір неше минуттан кейін тұрып, сиырдың еміп артынан кеткен. Яғни бұзау тез тұрады және сиырмен бірге ілесіп кете береді. Оларға қораның керек жоқ. Қалмақтың қораға кіріп тоңып тұрғанын көрмеппін өмірде. Қалмақ тұқымының минустары ол енді дикий, ауылдың жанында ұстай алмайсың, ол адамды сүзіп тастай алады. Қалмақты сатып алушылар ұната қоймайды. Айырмашылығы ангус пен ақбас 6 айдан кейін салмақ қоса бастайды. Ал қалмақ ол активный, сондықтан ол 6 айында салмақ қоспайды. Қалмақ тек 1 жастан кейін ғана салмақ қоса бастайды. Екінші орында негізі ангус. Себебі ангустың ол енді өнімділігі мықты, тез салмақ жинайды. Және төзімділігі бар, бірақ төзімділігі енді ангустың әлсіздеу. Яғни сіз жылы жақтарда ұстасаңыздар, оңтүстік Қазақстан жақтарда, он жақта ангусты ұстаған дұрыс. Себебі ол қатты аязға шыдай алмайды. Қалмақтар далада жайылып жүрсе, ангустар уже қора іздеп, қораның жанына келіп тұрады. Негізі меніңше ең дұрысы қалмаққа ангус бұқасын сал. Яғни бұзаулар қара түсті болады, маңдайы ақ келеді. Салмақты таза ангус сияқты жинамайды, бірақ көп жинайды қалмақтан. Және тез жетіледі, жүні қалың болады, қалмақтың инстинктілерін алады, мүйізсіз келеді. Яғни түр ангус сияқты, бірақ инстинктілері барлығы қалмақтікі, төзімділігі қалмақтікі. Сондықтан ол бұзаулар өте мықты келеді.